Достар, сәлем, сіздермен Нұралы. Біз бүгін осы аптада менің ашқан фунт бойынша трейдтарыма шолу жасайтын боламыз. Кеттік, давайте бастайық. Так, бізде апта 22-сінен басталды, бірақ 22-сі мен фунт бойынша ешқандай трейд көрмедім. Және бізде 23-нен бастап трейдтарды мен ашып бастадым. Енді осы аптада менде негізі 2-де жетті деп тұр, бірақ давайте есептей салайық, неше трейд болды. Негізі, так, 1, 2, 3, 4 трейд болды. 4 трейдтің менде, так, екеуі тейк, біреу стоп, біреу без убыток. Енді қанша пайыз болды? Минус 2, плюс 1,2, плюс 1,3, 3,5, примерно 4,5%-тай жасалды осы аптада. 2-де жетті деген ол өтірік тұр. Кеттік, бірінші трейдтан бастайық. Бірінші трейд бізде фунт бойынша ашылған болатын. Так, бұл трейдті мен ашқан себебім не? Мән беріп өтейік. Так, бұл трейдті, мен бұны проптан ашпаппын. Бұл трейд менде минус дейді. Жоқ, проптан аштым, я. Бұл трейд менде ашылды пропта. Лонг алғанмын, бірақ біз соңында стоппен жабылдық. Бірінші трейд сразу стопқа кетіп қалдым. Это нормально. Так, кеттік. 23 күні болды. 23-не өтейік. Так, 23 менде мына жерде примерно. Так, лонг алдым мен оны 270 бағасынан, плюс-минус стоп-лосс былай тұрды. Так, менде примерно ана жаққа қарай қойылған болатын, по идее үстіге баратын шығар деген оймен. Бірақ олай болған жоқ. Так, неге лонг қалдым? Жоғары таймфреймнан бастап қарайық. Біз енді лонг қалу себебім, так, бізде енді ең бірінші фактор ол мына движенияны көрдім, және баға бізде премиумға мына имбаланс толтыруға келеді деп ойладым, бірақ олай болған жоқ. Окей, бірінші фактор осы болды. Екіншісі бізде ликвидность шештік, жоғары өсіп, хотя бы вот тағы бір максимум жасап береді деген идея болған, бірақ ол тоже орындалмады. 4 сағатта қандай фактор? Ол бізде мына жердегі имбаланс болған. Плюс біз ликвидность шешіп алып үстіге қарай кетіп бара жаттық закреплениямен қоса. Және ары қарай лонгқа қарай жалғасады деген идеяны жалғастырғым келді. Бірақ өкінішке орай бұлай болған жоқ. Енді лонг қалған себебім, баға бізде кіші таймфреймде келді, имбалансты инверсия жасады, уверенный лонгқа бычий свечка жасап берген соң, осыдан кейін мен позицияға кіремін деп шештім. Бірақ әрине бәрі ылғи да тейкпен жабыла бермейді. Осындай позиция болды. Жақсы позиция. Вовремя минуспен жауып үлгердім, стоп-лосспен әдемі шықтым, бірақ біз плюста қалдық. Келесі. Келесі трейд ол менде фунт бойынша болды. Шорт ашқанмын. Так. Бұл бізде мына трейд. Бұны көпшіліктеріңіз алдыңыздар деп ойлаймын. Не так, 24 күні болған. Давайте бірге қарайық, неге шорт. Так, 24 күні ол примерно мына трейд болды. Осы трейд. Take profit мына жақтағы ликвидностьқа дейін примерно 600-ге дейін алынған болатын менде. Вот. Так, енді неге бұны шорт алдым? Неге лонг емес? Так, дневкадан қарайық. Дневка бізде не көрсетіп тұр? Бізде мына жақта ликвидность бар. Бұға ликвидность толтыру керек деген идея болды. Сонымен қатар 4 сағатқа өтсек. 4 сағатта біз агрессивно құлағымыз, бірақ қана бычий свечка бар. Плюс және де біз OTT уақытында мына жерден имбалансқа кірдік. Плюс мына жерде 2-1-де хайды қалдырып кеткен. Өте әдемі ликвидность қылып. Содан кейін кіші таймфреймда рынок ашылғаннан кейін мен бірден шортқа басқан жоқпын, әрине, мен күттім бағаның қандай реакция береді екен деп PDL-ға. PDL-дан біз закреплениемен жабылдық, әдемі ғып, я. Так, вот мына жерде біздің белгілеп қойған ликвидность.
Неге кірдім, ликвидность шештік, баға бізде вот мына жер негізі менің входым по идее мына жерде болу керек болған 950 бағасында. Бірақ мен бұл жерде өзім асықтым, баға бірден төмен қарай құлап кететін секілді болды. Енді әрбір адамда болады ондай, және де сәл ертеректеу кірдім. А так негізі мен 952-ден кірсем ровно алып, или хотя бы 930-дан мен 2 эррор ұстаушы едім. Ал бұл жерде 1-6 эррор, 1-7, 1-5 эррорға, енді нормально да, главный тейкпен жабылдым, бірақ бұл үлкен эррор ұстауға болатын еді бұл жерде. Жақсы трейд, факторын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Әдемі, логично, техничный трейд болды. Так, сәл ертерек кіріп кеттім, сәл күтсем 2,5 эррор алатын едім. Так, келесі мынау безубытокпен трейд. Бұл трейд неге ашылды? Вот мына трейд. Так, кеттік. Бұл бізде так, келесі күні болды, кажется, я. Келесі күні болды. Вот мына ПДХ-ның шешілген жерінен кіргенмін. Бұлай алып қарасақ, енді так, дневкаға қарайық. Дневка бізде мына жақтан ликвидность шешіп алған, я. Мен баға ары қарай шортқа кетеді деген мақсатпен тағы да шортқа алғым келді, себебі мына жердегі 4 сағаттық свечаны қарасақ, закреплениямен жабылған. Менің ойым ол былай қарай бағаны ары қарай алып кетеді ма деген идея болған еді, бірақ өкінішке орай олай болмады. Бірақ енді бұл безубыток, қазір мен енді факторын көрсетемеге кірдім. Келет баға фитильмен жабылады, және мен өзім асық кеттім бұл жерде реально. Мен негізі кіру керек болатын аймақ, ол по факту мынаны теласымен жауып кетсе ғана кірем мен, мысалы бұлай алып кетсе ше. Мен мына жерде енді төмен қарай түскенін күттім. Менде шортқа қарай деген идея басым болды, және мен свеча жабылғаннан кейін барып примерно 970-80 бағасынан кірдім мына жерде примерно. Стопты бұлай қойдым, чуть асырып. Тейк профит менде мынау болды. Енді қарайық. Баға келеді, құламай жатады, хайды шешеді. Және түнгі 12 кезінде примерно мен бұл трейдті өстіп тұрғанда безубытокпен жауып тастаймын. Және безубытокпен жауып тастағаныма шүкір. Осында енді өздеріңіздің қателіктеріңіз болған жағдайда оны мойындай білу, бұл дұрыс шешім. Бірақ енді каждый трейдте мен қате кіріп кеттім деп мойындай беру керек емес. Стоп болса стоп болады. Бұл жерде де безубытокқа келді. Әрине, безубытокпен мен жауып үлгердім да. Ал егер мен до конца отыра беретін болсам, ол әрине мені стоп-лоссқа апарып гарантированный минуспен жабатын еді. Түсінікті, я. Келесі менде ол 26 күні болған трейд. Мынау 26 емес, мынау 25 күні болған. Мынау менде 26 күні болған трейд. Ол тоже тейкпен жапты, әдемі болды. Мен бұны телеграм каналында группада бөліскенмін. Неге мен лонг қарастырып отырмын деп, давайте бір қарап жіберейік. Дневкаға өтейік. Дневканы қарасақ, біз енді астынан ликвидность шештік, бірінші фактор. Потом мына свечка более жақсылау бұл жабылған, я. Қатты енді қалай айтсам болады, жаман емес, жақсы болып жабылған. Келесі фактор ол бізде мына жақтан ликвидность шештік. Біз сонымен қатар жоғарға қарай күшіміз бар екенін көрсетіп бычий жауып бердік. Өткен күннің максимумнан закрепление болмаса да, біз жоғарға қарай бара алатын күшімізді көрсеттік. Яғни 4 сағаттық фитильдер жақсы жұмыс жасады. 1 сағатқа өтетін болсақ, 1 сағатта мынаны шештік. Мынау апталық лоуды шешіп алған. Мынаны шешті. Және Азия сессиясы өзін жақсы көрсетіп, бізді жоғары қарай, лонгқа қарай шығарып берді. 30 минут өтсем, 30 минутта тоже әдемі жасаған. Көріп отырмыз, я. Және мен осы 1 сағаттық имбаланстың басталуынан лонгқа позиция алдым. Стоп-лоссты былай қойдым. Take profit менде 4 сағаттық мына жақта имбаланстың басталуынан алынған. Негізі 2,5 эррор емес, бұл по идее мен оны 91-де жаптым, примерно 2-20 эррор. Так,
до конца шыдасам 2,5 жабатын едім. Вот енді неге лонг? Өйткені бізде әрбір аптаның енді көбінесе развороттар, реверстар сейсенбі жоқ сәрсенбі және де бейсенбі күндері болады аптаның. Мынаны қарасақ, мынау бізде сәрсенбі, мына күні бізде бейсенбі лонг болды. Және жұма күні ол бізде осы лонгты ары қарай жалғастыру қажет. Енді қажет дегенде гарантия жоқ, кепіл жоқ, бірақ көбінесе жоғары ықтималдықпен осылай орындалады. Так, келді, баға позициямды менің алып кетті, ішіне кіргізді. Так, ары қарай жылжытайық. Өсті четко. Және мына жерде жоқ 84 емес, мен 84-тен жабылмадым, мен негізі 316-тан күтіп отқан бағаны, по идее баратын шығар деп. Бірақ маған келген соң қайтып кеткенін көрдім де, осының артына қоя салайын дедім, бір ресип жасап қалайтын шығар деп. Потом қызықтың бәрі осы жерде басталады. Баға келеді, Нью-Йоркта алып, прям настроениені құртып, төменге қарай құлап кетіп, неге мына жерде жауып тастамадым деген ойға келіп, в общем, сол жерде өзімді кінәлап кеттім жаман, бірақ соңында тейк профитпен барып жапты. Енді безубыток әрине мына жерде тұрды, безубытокпен кетсе, безубытокпен кетсін деп отқам, бірақ менің бағыма орай маған тейк профитпен жауып берді. Жалпы осындай апта болды, жақсы апта болды деп ойлаймын. Енді так, неше трейд? 4 трейд алынды, 4 трейдта жақсы болды. Енді бұл жерде өзімнің кінәммен ашылған трейдтар да бар, бірақ мына 2 трейд тейкпен жабылған менің ережем бойынша нақты орындалды. Мына убыточный және безубыток ол ереже бойынша қатты сәйкес келмеді, бірақ алынған трейдтар болған. Сондықтан ережелеріңізді сақтаңыздар, өздеріңізге сеніңіздер, және де Нұрал криптостермен бірге келесі шоуларда кездескенше.